Армысыздар, құрметті көрермендер, бүгін біздің кезекті бағдарламамыз ол Анекдот Шоу. Жалпы айтқанда оқушыларымыз анекдот айтып жарысатын болады. Бәрін бірге тамашалайық. Бір күні қазақ, өзбек, орыс опты да бай айтады, кім ит мен 3 ит берем, соны сөйт алғанға 50% байлығымды берем депті да, андай барлығына бір қап андай сүйек береді да, соны барып үйіне қайтады да, бір күннен кейін айтады, өзбекке айтады, сен сөйт алдың ба десе, жоқ, оны хаммасын мен ешқашан сөйлемейді депті да. Кейін орыс қайтады да, орыс сөйлет алдың ба десе, жоқ, бір сүйек берсем сөйлемеді, 3 сүйек берсем сөйлемеді, бір минут сайын сүйек бердім, қашқара екен бітіріп тастады, сүйек қамады дейді да. Кейін қазақ қайтады, мен барлық сүйегім бердім, сөйлемеді дейді да. Өтірік айтады, маған сүйек берген жоқ депті. Араққа тойып қалғанмас, бір күні көшеде кола ішіп отқан балаға айтады екен. Кола ішпе, бүйрекке зиян депті. Бір күні тышқан қашып келе жатыр. Сөйтіп басқа тышқандарға айтты, қашып келе жатыр. Неге қашып келе жатырмыз дейді. Сөйтшемше әкем мастапты. Екі дос бапты, содан кейін суар көшемін депті да, 5-ші этажға да. Содан кейін кіші бар кезінде бірінші ең ауыр шкафты енді көтереді, содан кейін көтеріп жатқанда бірінші дос екіншісін айтады да, менде жаман мен жақсы жан алынбайды дейді да, қайсынан бастайын десе, дос айтады да, жақсысынан дейді, айтады да досы. Біз 5-ші этаждамыз дейді да, ал жаман десе, біз басқа бай іздейміз. Екі тағырбас төсқап, шаштан жума демей. Бір күні қожа Насыр досының үйіне шай ішуге барам депті. Сөйтіп шай ішіп қайтқысы келгенде жаңбыр сол сәтте жауып кетеді екен. Сөйтіп жаңбыр жауған кезде айтады екен досы қожа Насырға, қожатай, менің үйімде түней тұр, жаңбыр қатты құйып жатыр дейін екен. Сөйтіп досы үйіне кіріп шығырса, қожа Насырдың үсті су екен. Сосын дос сұрайды екен, қожа Насыр, сенің үстің неге су десе, қожа Насыр айтады екен, мен барып бәйбешеме сенің үйіне түнейтін туралы айтып келдім депті. Ұшпаған таспаға атқа барып айтыпты да, менімен жарысасың ба депті. Бір күні пысық келін пойызға мінсе бәріне төсек салып жүрді. Шпишка басымын қасым деп басын өртеп алып. Бір кезде мысықпен ит кездесті да, одай мысық үр жүреді, одай ит айтады, сен қуасың не абырып жатсың десе, мен шетел тілін оқимын дейді. Бір күні бір қазақ, орыс, өзбек болыпты. Сол тұрған қалаларында 100 этажный пәтер болған, бірақ оның 100-ші этажына ешкім шыға алмапты. Bir күні орыс 30-ші этажына келсе, 100-ші этажына шықсаң өлтірем деген қорқынышты дауыс қайта шығып, орыс терезеден секіріп кетіп қолын сындырады. Екінші күні өзбек 60-ші этажына келеді, сөйтіп жаңағы шықсаң өлтірем деген дауыс қайта шығып, ол да қорқып терезеден секіріп аяғын сындырады. Bir күні қазақ 90-ші этажына келіп шықса, ол 100-ші этаждан қайтадан шықсам өлтірем деген дауыс шыға беріп, қазақ қорқып терезенің алдында тұрып, егер мен секірсем, қол аяғымды сындырам дейді да, 100-ші этажына до конца шығып, есікті ашқаса бір мас пивасының ішіне кіріп кеткен шығынды, шықсам өлтірем деп ұрып жатыр екен. Бір күні баласы папасына айтады, мен түсімде сіз маған кішкентай шоколад сатып беріпсіз дейді. Я, балам, өзің тәртіпті сонда жақсы бала болатын болсаң, мен саған түсімде үлкен шоколад алып берем дейді. Тісі жоқ қасқыр малшының қорасына кіріп, сиырларды ем кетіпті. Дәрігер науқасқа, сіздің құрттаған тістеріңіз жөндеу үшін мұна алтын тісіңіз жөндеу керек дейді. Науқас, неге дейді? Мұна емнің ақшасын кім төлейді деп. Bir күні бір бала болды, сосын апай айтады, мен саған үй жұмысын берейін дейді. Сенің атаң қайда, велосипедың қайда, жасың қаншада, аспанда қанша жұлдыз бар дейді. Сосын үйіне барып мамасынан сұрайды. Мама, менің атам қайда десе, соғыстан қайтыс болды дейді. Велосипедім қайда десе, гаражда сынып жатыр дейді. Мен жасым қанша десе, 7 дейді. Сосын аспанда қанша жұлдыз бар десе, 10 миллиард жұлдыз бар дейді. Сосын велосипедпен барған кезде велосипед таспен соғып қалды, сосын сынып қалды. Сосын апай айтады, мен саған кеше үй жұмысын бердім, соған жауап бер дейді. Сосын апай айтады, велосипедің қайда десе, соғыстан қайтыс болды дейді. Атаң қайда десе, гаражда сынып жатыр дейді. Сосын жасың қаншада десе, 10 миллиардта дейді. Аспанда қанша жұлдыз бар десе, 7 жұлдыз бар дейді. Bir күні көшеден кетіп барады, оны пысықтау болды. Bir айдан кейін анда докторға айтады, сен маған енді 1 жыл берем, ол сағат енді депті да,
кейін бір жыл беріп ана психтар көруге келсе қараса барлық психтар жерде отыр дейді. Біреу ортаңындағысы айтып ортасындағы астына палас төсепті да неғып палас төсеп алмайсың десе барлығынан биік болғым келіп отыр дейді. Бір күні қоян қасқырдан қашып бара жатыр дейді, сөйтіп қоян тоқтап қалып қасқыр айтады ораза деп. Бір күні папасы мен баласы балыққа шығыпты. Папасы баласынан нан сұрапты. Нанды баласы айтады, нанды мен жеп қойдым дейді. Онда жаңалығы қаша қайда дейді, оны да жеп қойдым дейді. Онда шұбалшынымта дешал үйге қайтамыз дейді. Бір WhatsApp группада бәрі боқтаға атырген сесін. Біреу аудиомен айтады екен, боқтамасаңдар ораза айғы деп өз боқтап жеріпті. Бір балада көлге шуман депті да, содан кейін киімін ешкім орламасын депті, параққа ішіне параққа жазыпты да, ауыр ыстық киім әсіркеге қайтатындар депті. Содан кейін шумлатты. Содан кейін шумылып болғаннан кейін қайт келсе де параққа киімі жоқты, содан кейін параққа біреу жазды. Мен қатысым дептен жазды. Содан ауыр киіммен дайындалып алам депті. Бір психханада 3 псих табылды. Оларды емдеуге 1 ай кетті. 1 айдан кейін тексеруші келіп көреді екен. Сөйтіп айтады екен, сендер мынаны емдеңдер ме дейді. Біз бар күшімізден емдейік дейді дәрігері. Сосын тексеруші басында ойлайды екен, мен көбейтуден бастайын ба, жоқ қосудан бастайын ба, қосу оңай, қосудан бастай берейін дейді. Сөйтіп айтады екен бірінші психқа, 2-2-ні қоста қанша болады десе, анау ойланып тұрып 10 000 дейді. Сосын тексеруші айтады екен, сен таңбалап және цифрлап айтқан сақтысың, мақыл дейді да. Екіншісіне айтады екен, 2-2-ні қоса қанша дейді. Екіншісі өзінше болып, кім білмейді дейсің, бұл оңағу, анау сәрсенбі болады деп айта салады екен. Сөйтіп тексеруші жынданып тұр дәрігерлерге, сендер мынаның емдеген түрлерің осы ма? Кәм мыналар емделгенге ұқсамайды ғой дейді да. Одан кейін ол үшіншісі қателесетін шығар деп мақыл сұрақ қояйын деп ойлайды да, одан кейін сұрақ қояды екен. 2-2-ні қоста қанша дейді. Сөйтіп айтады екен, 4 болады деп айта салады. Тексеруші де дәрігерлер таң қалады. Міне осы бала емделді, мынаны жіберуге болады дейді. Сөзін сұрайды екен тексеруші. Сен қалай таптың десе бұл тапсырманы, сонда конечно 10 000-ға сәрсенбіні қоса 4 болады депті. Бір балада көлге шуман депті да, содан кейін киімін ешкім орламасын депті, параққа ішіне параққа жазыпты да, ауыр ыстық киім әсіркеге қайтатындар депті. Содан кейін шумлатты. Содан кейін шумылып болғаннан кейін қайт келсе де параққа киімі жоқты, содан кейін параққа біреу жазды. Мен қатысым дептен жазды. Содан ауыр киіммен дайындалып алам депті. Анекдоттарымыз ұнаса, лайк басып тіркеліңіздер. Сіздерде де қызық анекдот болса, пікірлеріңізді комментарияда қалдырыңыздар. Қош, сау болыңыздар.